Құрметті тыңдармандар, әңгіме басталмас бұрын лайк басып арнаға тіркелейік және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Күздің қоңыр салқын бір күнінде полицияға қоңырау түсті. Қоңыраудың ар жағынан әйелдің уайымға толы дауысы естілді. Алло, бұл полиция ма? Капитан Жігеров тыңдап тұр. Менің күйеуім осы айдың 9-ы күні Омскіге кеткен болатын. Кеткен күні жолдамын деп бір рет айтты да, телефоны байланыстан тыс жерде болды. Ал 11 күні бейтаныс біреу хабарласып, күйеуімнің уақытша тергеу бөлімінде екенін айтты. Мән-жайды анықтамақ болып, ол нөмерге қайтадан телефон шалсам, жабық тұрды. Артынан күйеуімнің өзі хабарласты. Өткенде айтқан құрылыс фирмасына қатысты бір түсініксіз жағдай болды. Бірақ сен уайымдама, 13 күні тергеушінің бастығы жәбірленуші жақпен сөйлеседі. Бәрі дұрыс болса хабарласамын деді де телефонды қойып тастады. Не жағдай, қайдағы жәбірленуші? 16 күні телефоным қайта шырылдады. Өзін адвокатпын деп таныстырған бір кісі істің тергеуге кеткенін, ал өзі менің күйеуіме адвокат болатынын айтты. Кешіріңіз, сіздің аты жөніңіз кім? Сіз бөлімшеге келіп мән-жайды дұрыстап айтсаңыз жақсы болар еді. Әйел сол күні бөлімшеге келді. Ертеңгі күні сіздің күйеуіңіздің адвокатымын деген сол жігіт менен 1 миллион теңгені қашан төлейтінімді сұрады. Ол соманы қайда жіберуіңіз керек еді? Ол маған осы нөмерде Каспий балаулы, осыған жіберерсіз деп бір нөмер берді. Бизнестегі шаруаларды шешуге 1 миллион деген көп ақша емес қой. Бірақ менің әуелі күйеуіммен сөйлесіп алғым келді. Бірақ анау адвокат шыдамсыз екен. Қайта-қайта телефон шалып, қайта-қайта хабарлама жібереді. Сонымен, күйеуіңізбен сөйлестіңіз бе? Мен күйеуіммен сөйлесуім керек дегенге ол СИЗОдағылармен келісіп көрермін дегендей болған. Бірақ сол күйі сөйлесудің реті шықпады. Менің электронды поштама қылмыстық іс қозғау туралы қаулы мен күйеуімді іздестіруге қатысты ориентировка келді. Артынша адвокаттық қызмет көрсетуге қатысты келісімшартпен өзінің қызметтік куәлігінің көшірмесін де жіберіп, жақында істі сотқа жіберетінін, ал егер мен қызмет ақысын төлемейтін болсам, онда менің күйеуімді қорғай алмайтынын айтты. Ол сіздің поштаңызды қайдан біледі? Өзі сұрағасын бердім ғой. Сонымен ақшаны төледіңіз бе? Я. Ол тезірек қорғауға кіріспесе, іс созылып кетеді дегесін 1 миллионды төлеп жібердім. Бір кезде адвокат қайта байланысқа шығып, тағы 200 мың керегіп тұрғанын айтты. Адвокаттан күйеуіммен сөйлестіру туралы тағы өтінім сұрадым. Ол келісіп көремін деді де қайтадан жоғалып кетті. Қайта-қайта номерін теріп көремін. Телефон жабық, күйеуімнің номері де жабық. Не жағдай болуы мүмкін? Меніңше күйеуімді серіктестері әдейі жұмыс бар деп алдап шақырып алып, бір пәле жабайын деп отырма деймін. Әйтпесе, осыған дейін мұндай оқиға да күйеуімнің ақша сұраған кезі де болған емес. Күйеуіңіздің аты жөні, құжатының көшірмесі бар ма? Я, қазір, мінекей. Алик 3 өзбек жігітімен пәтерлерге жөндеу жұмысын жасап жүрді. Дұрысында жөндеуді басқалар жасайтын. Ал Алик тапсырыс берушіні тапатын. Шетелдік мигранттардың еңбек шарты бойынша құжаттарында реттеп жүретін болғасын, шағын бригаданың өзі басқарды. Кезекті тапсырысты бітіре келгенде бір әйел хабарласты. Хабарландыру бойынша телефон шалған әйелдің пәтері қаланың сол жағалауындағы ең қымбат жерде екен. Бағасын келісіп, құрылысшылар ылдым-жылдым қимылдап, 2 ай ішінде 3 бөлмелі пәтерді қатырып жөндеп берді. Алик үй иесіне жөндеу жұмысына осындай зат алу керек деп қоңырау шалады. Әйел сол бойда керек ақшасын салады. Майда тиын тебенің есебін шығарып тықақтамайды. Оның үстіне Аликтің үйді безендіруге қатысты ой ұсыныстары да тапсырыс берушінің көңілінен шыққан. Алик оның бар уақытын қызметке арнайтын ақшалы, жалғыз басты әйел екенін байқады. Оны қазақы әдеппен әпке демей, атымен атады. Әйел бастапқыда тек жөндеу жұмысына қатысты ғана қысқа сөйлескенімен, жігіттің үнемі ізет білдіріп тұратынын, тәрбиелігін, өз жұмысына мұқият қарайтынын байқап, жылы сөйлесетін болды. Жөндеу аяқталатын кезде де келіп жетті. Осы күні Алик Шайнаны шайға шақырды. Шайна, сізге рахмет, бізбен жақсы есептестіңіз.
Жігіттер риза. Енді міне сізді шайға шақырсам деп едім. Шайға деймісіз? Не үшін? Тапсырыс берушілер арасында сіздей жақсы адамдар кездесе бермейді. Енді қайтып кездесеміз бе, жоқ па? Жұмысымен жай адамша сөйлесіп отырып шай ішсек айыбы жоқ шығар. Жайна да мұны айып көрмеді. Күн демалыс еді. Әрі өзінің інісіндей адам, қазақтың баласы онда не тұр деп келсе кетті. Бұрыннан танитын адамдар болғандықтан үнсіз отырмады. Жөндеу жұмысындағы жаңа сән, түстердің үйлесімі, үйдің жобасын өзгертіп, қайта жабдықтау кезінде жасалатын инженерлік жұмыстар туралы айтты. Бірте-бірте шайда тәттірек бола түсті. Шай үстіндегі әңгіме арасында жігіт: менің бұл жұмысты бастағаныма көп бола қойған жоқ. Клиенттер көп емес. Енді сіздің тағы да жаңа пәтер алып, жөндеу жұмысын жасауыңызды тілеп жүретін болдық, деді. Рахмет, деп ризашылықпен күлді әйел. Сөз арасында келешекте тағы бір пәтерге қол жеткізсем деген жоспарын жасырмады. Олар ұзағырақ отырды. Мәселенің бір ғана жағын қанағат қылып отыра алмайтын пысық жігіт осы байланыстың үзіліп қалмауын ойлады. Осы күннен ақ таныстықтың артынан туатын қызыл-жасыл қызықты жалғастырмаққа ниеттенген. Келесіде тағы да жақсы кафеге шақырып, әйелге үлкен гүл шоғын сыйлады. Қанша дегенімен өмірден көрген түйгені бар әйел адам әлденеден сезік алып келмей қалама деп күдік ойлаған. Жоқ, ол келді. Жігіт оның жүзінің пәтеріне жөндеу жасатқан кезендегідей жұмсарып, ашылып, сұлулана түскенін аңғарды. Олар осылай кездесе берді. Кездескен сайын Жайна өзі жас, өзі көрікті, мінезі байыпты жігіттің ықыласына балқып масарай түсті. Жоқшылықпен өскен жігіттің бала шақтан бергі арманы ертегідей алтын сарайда тұру болатын. Бірақ олигархтың ұлы болып туу маңдайына жазылмағанына Алик кінәлі емес еді. Өзінің түр десе түрі, бой десе бойы бар. Ақылы да артық, білімі де бір басына жетерлік. Алтын айдарлы ұлға пара-пар екенін білгендіктен де қиналып өмір сүргісі келмейтін. Ол өмірдің рахаты дегеннің көзге бір көрініп жоғалар жазғы сағым секілді екенін ерте түсінген жігіт болатын. Ес білгелі әйел затының ықыласына шомылып, 28 жасына дейін қыз беткеннің талдырмашында, толығында, уыздай аппағында, қара торы сұлуында көріп, сезімге мас болғанымен, мәселе үйленуге тірелгенде тайқып кететін. Құшаққа ыңғайлы жас қыздар қаншама жерден тәуір болғанымен, көңіл сусынын қандыра жүріп, ыңғайлы келгенде жалт беруші еді. Өйткені оған тірліктің қамытын киіп, семья асырау міндеті ұнамайтын. Жоқ, оның көксегені басқа еді. Сөйтіп, қызметте жүріп, кексе тартқан әйелді көргенде, су келгенде қайығын төсеуге машықтанған әдіспен жоспар құрған. Өзінің жастық жігерімен, ыстық құшағымен, жасы үлкен әйелдің ес ақылын алып, құшағына олжа түсерін, алтын сарай болмаса да, Астананың ең ыңғайлы жерінде орналасқан 3 бөлмелі пәтерінде тұруға болатынын сезген еді. Әйтеуір күміс бұлаққа жуынбаса да, ақшалы әйелмен бірге шетелге шығып, теңіз кешіп келе алатынын шамалаған. Жігіттің тәтті сөзіне елтіп, жастықтың желігі билеген құмарлығына төтеп бере алмаған әйел мұны сезбеді. Жігіттің үйлену туралы ұсынысын қабыл алды. Осыдан 2 жыл бұрын өзі жөндеу жұмысын жасап, әрлеп берген пәтерде Аликке өзінікіндей болып жылы шырай көрінді. Мен осы кезге дейін жалғыз болсам да, ол күндер үшін өкінбеймін. Өмір менің күте алатынымды біліп, соның өтеуіне маған сені жіберді, деді ол алғашқы түні. Алик оның сөзіне таңғалды. Әйел адамның жасы 47-ге келсе де, 18-дегі қыз сияқты сөйлегені біртүрлі күлкілі сияқты көрінгенімен бір нәрсені аңғарды. Түйсігі алдамапты. Әйелдің жасы 47-ге шықса да, бойындағы қызуы тарамаған. Асылы сарқылмаған екен. Сіз біздің бөлімшеге келіп кетуіңіз керек, деп хабарласты тергеуші. Жайнаның жүрегі тоқтап қала жаздады. Не айтпақшы, не жағдай болды? Шынымен Аликке бірдеңе болған-ау.
тек бірі қалмады. Бұл кісі сіздің күйеуіңіз бе? Иә, оған бірдеңе болды ма? Аман ба екен өзі? Уайымдамаңыз, аман сау. Уф, үйленгендеріңізге қанша уақыт болды? 2 жылдан асты. Заңды некедесіздер ме? Жоқ. Сіздің күйеуіңізге қатысты мәліметтерді тексеріп, анықтап жатырмыз. Ол азаматтың үстінен бірнеше арыз түскен. Ол бірнеше әйелден ақша алып, қайтармай кеткен. Мәлім болғаны, ол бірнеше рет ақшалы әйелдерге үйленген. Бірақ заңды некеге отырмаған. Қазіргі уақытта ол алаяқтық жасағаны үшін іздестіріліп жатыр. Дегенде түкке түсінбей тергеушінің бетіне қарап отырып қалды. Үйге қалай жеткені Шайнаның есінде жоқ. Полицияның сөзін құлағы естігенімен көңілі сенбегендей, мең-зең күйде еді. Біраз уақыт сөйлесіп отырғаннан кейін есіне әлдене түскендей, жатын бөлмедегі көзден таса сейфке жетіп барды. Сейф мұқият кілттенген. Сонда да көңілі біржола байыз тапсын деп, әрі өзінің торыққан көңілін алдартпақ болып, сейфтің құпия кодын басты. Зың етіп ашылған кезде оның бос тұрғанын көрді. Жақын арада жаңа пәтердің құрылысына саламын деп жинап жүрген ақшасының орнында бір жапырақ қағаз жатыр екен. Жаным, сен маған сендің, сүйдің. Мен бірақ басқа біреуді ұнаттым. Осы жолы шынымен ғашық болдым. Ал ол әйел маған пәтерің болмаса күйеуге шықпаймын деп талап қойды. Түсінші, мен әйтеуір біреуді бақытты етуім керек қой деп осылай істедім. Шайна отыра кетті. Жылауға да шамасы жоқ еді. Сейфті бір ашып, бір шапты. Бұдан гөрі байы тастап кеткен әйелдің жағдайы тәуір болар. Ал ол бұны тек тастап кете салған жоқ. Сеніміне кіріп, елжіретіп, елеттіріп, жүріп ақ тонап кетті. Ол баста қызық көксейін деп емес, бақытты болсам, кәдімгі әйел болсам деген еді. Бақыт аңсаған көңілімен сенген, өзіңнің балаңдай жігітке қалай шықпақсың деген құрбыларын да маңынан алыстатқан. Артық қызық іздемеген бір тоға ғұмыр кешіп келген, басы жасы 50-ге таяғанда аяқ астынан не түлен түртті екен дегенді ойлағанда ішін күйік шалды. Ол Алекті сотқа бергісі келмейтінін түсінді. Не деп береді? Оның астындағы көлікті туған күніне деп өзі сыйлаған. Көлік соның атында. Сейфтегі ақша туралы, алдағы жоспары туралы айтқанда өзі. Ресторандарға барғанда есептесетін кезде күйеуінің аяқ астынан әлдекімменен сөйлесіп, сыртқа шығып кететінін де, көлік оңдатамын деп бірнеше рет ақша сұрап алғанын да мән бермепті. Альфонс екен ғой. Кеткен дүниенің бәрі жанымның садағасы десе де, кеудесінде ит өлгендей болды. Пәтері де иесіз сияқтанып, құласып көрінді. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса ерінбей лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Көріскенше күн жақсы.